Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен осындай керемет қуырдақ жасаймыз. Ең алдымен қысып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып аламыз. Туралған пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Енді етімізді дайындаймыз. Менде жылқының еті, кубиктап туралған, міне. Ал мына жерде бүйрек, өкпе, жүрек, осылар туралған кубиктап, бауырғаны бөлек ыдыста турап қойдым. Қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне еттерімізді саламыз. Жақсылап қатты қоямыз, газдың астын араластырып, майды барлық жеріне жеткізу керек. Еттің суы шығуы мүмкін. Ол кезде де газдың асты қатты тұру керек. Түсі осылай қоңырланып өзгерген кезде тұзын қосамыз. Ал енді қуырылған кезде тұз қосқаннан кейін еттің өзінің суы шығады. Жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып, ең баяу отқа 40 минутта пісіреміз. Етіміз пісеміз дегенше картоптарымызды турап дайындап қояйық. Менде осылай кубиктап турадым. Бұдан үлкендеу қылып та тураса болады. Мендегі еттің формасымен бірдейлеу қылып турап шықтым. Негізі қуырдақтың картоптарын үлкен-үлкен бөледі, бірақ маған осылай ыңғайлы. Ал енді етіміз пісіп қалыпты. Қатты қоямыз астын, картопты саламыз, туралған бауырымызды саламыз. Менде бұл холодильникте тұрды. Картоптың үстінен салып, жақсылап төменнен жоғары қарай араластырамыз, барлық жеріне жететіндей. Қақпағын жауып, ең баяу отқа қоямыз да жарты сағатқа пісіріп аламыз. Негізінде картоп піскенше пісіріп аламыз. Сіздерде мысалы картоптың размеріне қарай. Міне бетін әдемілеп әсемдейміз пиязбен. Менің тамағым дайын болды. Дәмі деген тіл үйрет. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Жанерке.